Алтын доп арнасының алтындай достары, ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Ең жақсы спорттың жанкүйерлері. Алтын доп арнасына қош келдіңіздер. Оның жүргізушісі мен Мақсат Манабұлы. Бүгін біздің арнамыздан көретін ақпараттарыңыз мынандай. Реал Мадрид клубы президенттік сайлау өтпей, ешқандай да трансферлерді жарияламайтындарын айтып жатыр. Ал Барселона трансферге үлкен күш салатынын жариялады, және де бастап та кетті. Барлық позицияны күшейтуге дайын. Ал ертең болатын Чемпиондар лигасының финалында өте үлкен шу, дау көбейіп жатыр. Осы және басқа да футбол ақпараттары бүгін сіздердің назарларыңызда. Достар, еңбегімізді бағалап, лайктарыңызды басып, арнамызға жазылып қойсаңыздар, біз өте қуанышты болар едік. Қолдап жүрген достарға алғыс айтамыз, және де әдептен озбай, көп созбай бастаймыз. Кеттік! Бразилия ұлттық құрамасында тағы да шу шықты. Ол кімге байланысты? Әрине, біліп отырсыз. Неймарға байланысты. Неймардың жарақаты ауыр болып шықты. Ол Бразилия ұлттық құрамасының тізіміне кіргеннен кейін жарақат алып қалыпты деген қате ақпараттар да таратылған болатын. Және де ол тізімге кіргеннен кейін жарақат алған жоқ. Ол оған дейін жарақат алып жатқан. Бірақ та Сантостың дәрігерлері жоқ, бәрі жақсы. Негізінде Неймарда кішкене демалу керек. Әлем чемпионатына дейін бәрі дайын болады. Сәл етін ауыртып алған деген сияқты ақпарат жеткізген ғой енді. Одан кейін сенген Бразилия федерациясы, Анчелотти сенген, және де оның да бір Неймардың да әлем чемпионаты болғанын қалағысы келген шығар. Бір шетінен енді ең сүйікті ойыншысы ғой Бразилияның, ең сүйікті жұлдызы, сондықтан соны да қалаған шығар бір шетінен. Сөйтіп жарайды деп тізімге кіргізіп Бразилияның дәрігерлері тексерсе, олай болмай шықты. Мәселенің бәрі басқаша болып шықты. Ол мәселені біз не істейміз? Айтамыз, конечно. Неймардың жағдайы бұлай болған. Неймардың жағдайы бразилиялық дәрігерлер тексерсе, ол икроножный мышцы дейді ғой, балтырдың еті кәдімгідей жарақат алған. Оның еті ауырып қалмаған, жарақат алған. Ол нақты балтырдың еті жүгіргенге, секіргенге және күшке керек жер екен да. Сол балтырдың еті дұрыс емес, жарақат алып қалған. Оның реттелуіне 2-3 апта кетеді дегенде ақпараттар шықты. Бразилиян дәрігерлерінің айтуынша, және де осыған байланысты қазір Неймарды шеттетіп тастайды дегенде ақпараттар бар. Егер де 10-на дейін қалпына келмесе Неймар әлем чемпионаты басталғанға дейін, оны шығарып, орнына Жоау Педроны алады деген ақпараттар бар. Енді меніңше, білейін, Неймар қандай ойыншы еді, мансабының соңы быт-шыт болып кетті. Қандай талантты ақшаға айырбастап жібере салды бұл, қалай, неге үйтті екен бұл? Енді меніңше Жоау Педро керек емес болды. Неймардың жүре берген жақсы. Неймар да бір өзінің елінің Роналдосы, бір өзінің елінің Мессиі. Неймар үшін де ойнау керек қой, негізі Бразилия ұлттық құрамасы. Сондықтан ол негізгі құрамда емес, қосалқы құрамда отырам деп бара жатқан ойыншы. Бастапқы ойындарды Неймарсыз-ақ өтеді ғой бұлар. Сондықтан не болса да осы ерке Неймардың еркелігін бір соңғы рет көтеріп алып қала салған дұрыс деп ойлаймын. Пеп Гвардиоланың Манчестер Ситиден кеткені кеше ғана, оған бірақ неше түрлі орындар қазірдің өзінде ұсынып жатыр. Аль-Наср ұсыныс жасады деген ақпараттар бар. Бірақ та Пеп Гвардиоланың өзінің айтқаны, мен енді клуб баптарым келмейді деді. Шынымен де шаршаған болар. Барселона, Манчестер Сити екеуімен де жетістіктерге жетті. Клубтық деңгейдегі осы абыройды құртпай қойғаны өзіне де жақсы шығар. Бірақ та барлығын қойып кетпейді. Пеп Гвардиола ұлттық құрамада жұмысын жалғастырғысы келеді. Және де оған Италиядан ұсыныс жасалады деген ақпараттар көп болды. Италияны баптайды деген ақпараттар көп болды. Италияны Пеп Гвардиола шығармаса, енді ешкім шығарамай жатыр ғой, масқара болып жатыр. Италия анандай құраммен әлем чемпионатын өтпей жатқаны өте өкінішті, әрине. Сондықтан осы Пеп Гвардиола бір көмектесетін адам осы шығар деп жатыр. Бірақ та Пеп Гвардиоланың өзі Англия ұлттық құрамасын баптағысы келетінін жеткізді. Енді шынымен де Англияға үйреніп қалған шығар. Қазір АПЛда қаншама жыл жүрді деген сияқты. Англия ұлттық құрамасына мен сіздерге бір хабарланды айта кетейін. Осы әлем чемпионатында жалпы ұлттық құрамаларда мен Англия ұлттық құрамасына жанкүйерімін. Бұрыннан мені қарап келе жатқандар біледі. Саутгейтті талай жамандаған болатынбыз, Англияның бұрынғы бас бапкерін. Қазір енді Томас Тухельден осы жылы үміт күтіп отырмыз. Енді Англияның құрамы деген масқара ғой. Франциядан да мықты болмаса кем емес деп ойлаймын. Сондықтан Англиядан бір үміт күтеміз. Егер де үміт ақталмаса, бірден Томас Тухель орнын босатады деп ойлаймыз. Және де оның орнына Пеп Гвардиола келетін болса,
болса, вах, міне ғаламат, міне керемет болайын деп тұр. Бірақ енді Англия ұлттық құрамасын басқа баптаса шынымен де өте қуанышты болар едім. Дегенмен де Испанияның да Пеп Гвардиоладан үміті бар екенін ұмытпайық. Не болса да Пеп Гвардиола келесі мансабының екінші бөлігін тек қана ұлттық құрама баптаумен жалғастырамын деген екен. Реал Мадридтің өз қызығы өзінде бірденке жариялайын десе, трансфер жасайын десе, президенттік сайлау тұр алдыда да. Осы Флорентино Перес қазіргі жас өзінің қарсыласы Энрике Рикельмеден қорқып жатыр ма, түсінбедік. Негізінде сайлау президенттік біраз уақыт бар еді әлі. Ал Флорентино Перес әдейі ерте қойып жіберді да, бұл сұрақты не үшін, сенімді түрде ары қарай жұмыс жасайын деу үшін ба, немесе бұл сұрақтың барын жауып тастайын, ары қарай спокойно, емін еркін жұмысын жасайын деді ма, немесе қарсыластан қорықты ма, білмеймін ғой. Негізінде уақыты бар еді асықпай ары қарай жұмыс жасай беруіне. Бірақ та енді мына Энрике Рикельме деген қорқытып жатыр кәдімгідей Флорентино Пересті. Флорентино Перес әкеп қойған Жозе Мауриньоның өзін ресми түрде хабарлай алмай жатыр әлі Реалдың бапкері ретінде. Себебі қарсыласы Энрике Рикельме бұл Жозе Мауриньо Реал Мадридқа келмейді депті. Мен бұл бапкерді алмаймын, егер президент болатын болсам депті. Энрике Рикельменің жасы 37-де ғана. Қазір Флорентино Переспен қасқырмен таласып жатыр. Бұл да өлетін бала молаға қашады деп Флорентино Перестен несі бар дейсіз. Сөйтіп айтыпты, Жозе Мауриньо келмейді бұл Реал Мадридке, мен басқа бапкер алып, және де егер мен президент болатын болсам, нақты 100% екі топ ойыншы алып келем, және де солардың айналасына команданы құратын боламыз деген екен. Және Килиан Мбаппе, Винисиус дегенді мен түсініп тұрған жоқ па, сонда қалай? Кейбір ақпараттар айтып жатыр, бұл екі ойыншысын типа анықтап жатыр ғой енді өз араларында. Біреуі Холланд деп жатыр, кейбіреулер Холланд келеді. Холланд Пеп Гвардиола кеткелі бері Ситиде қалғысы келмейді, ол кеткісі келіп жүр, сол Холланд алып келейін деп тұр ғой бұл бала дейді. Кейбіреулері екінші ойыншы кім десе Витинья деп жатыр. Витиньяны талай жыл аңсап келе жатыр ғой Реал Мадрид. Сол Витиньяны алып келейін деп жатыр бұл Энрике Рикельме дейді. Енді ал Флорентино Перес болса хабарламай отырғаны Жозе Мауриньоны сәл күмәні де бар сияқты, батылы да жетпей отырған сияқты. Жалпы осы Флорентино Перестің сайлауға түсуі және де қазір күмәнді болып тұруы 100% осы Флорентино Перес деп тұрған жоқ қазір Реал Мадридтің жанкүйерлері. Бәлкім ауыстыру керек шығар, бәлкім бір жаңа дем керек шығар деп жатыр. Бұның бәрі бәлкім деген сөз қайдан шықты? Реал Мадрид осы маусымда ешқандай трофей алмағаннан шықты. Бұл не болып кетті деп таң қалды. Бұндайды көрмеген Реал Мадридтің жанкүйерлері. Сондықтан өзіне деген сенімді азайтып алды Флорентино Перес. Осы сәл күмәнді болып тұр. Осы мәселені жауып тастағысы келеді. Содан кейін қайтадан жаңа күшпен Флорентино Перес жұмысқа кіріскісі келеді. Негізінде осы кәрі қасқыр Реал Мадридті Реал Мадрид қылған Флорентино Перес сайлауда жеңетініне сенімдіміз. Бұл сайлау 7 күні болады. Енді аз ғана уақыт қалды. Соған дейін шыдаңыздар, Реал Мадридтің жанкүйерлері. Сіздердің ойларыңызша Реалдың таза жанкүйерлеріне қояйын. Флорентино Перес президент болып қала берген дұрыс па? Әлде жас энергия, жас ми, IQ Энрике Рикельме келгені дұрыс па? Барселона қазір барлық әлемге чотам, чотам, үндемейсің ғой, тамыр, сөйлесейші деп жатыр ғой. Қазір Барселона деген күшейіп кетті. Кімсің Барселонамын? Қазір бір Барселонаның жанкүйеріне сен, Барсада ақша жоқ деп айтсаң бар ғой, аузыңнан бір ұрайын ба дейді ғой қазір. Ақшамен бір ұрайын ба аузыңнан дейді ғой. Ақша деген жетеді Барсада. Барса қазір барлық кризистан өтті. Осы Лапортаның арқасы негізінде бар ғой. Лапорта бәрін жасады. Бартомеудің құртып кеткен, кризисқа тығып кеткен Барселонасын аман алып қалды. Негізінде бар құлдырау күтіп тұрған еді. Осы Лапортаның басының арқасында аман қалды. Лапорта деген осы Барсаны сақтап қалу үшін бәрін сатты ғой. Барселонаның радиосына дейін сатып жіберді ғой. Бірақ аман алып қалды. Қазір жағдайды түзеп алды. Бірде бір деген жағдайға шығып алды. Қанша табыс тапса, сонша ақша трансферге құрталады дегенге келіп алды. Енді Барсаның табысы қазір өзі 1 миллиард болады екен, тапқан табысы. Енді телевидениясы бар, билет сатқаны бар, Ла Лиганы алғаны бар, Чемпиондар Лигасын ойнағаны бар, басқасы бар. Жақсы табыс тапты негізі. Осыдан кейін енді сен Барселонаға ақшаң жоқ деп айтып көр енді. Барселонаның таң қалдырып жатқаны Энтони Гордонды алып алды. Энтони Гордон жайлы Барселона алады деген сыбыс та шыққан жоқ.
Ханси Флик шешті, ақылдасты, және де ертеңді Доку спорттық директор Англияға кетті, Гордонды алып келді бірден. Медициналық тексерістен өтті. Қазір Барселонада нақты ресми түрде Барсаның ойыншысы деп айта берсек болады. Ойбай, Барса Гордонды алып алыпты деп атқан кезде Хулиан Альварес келеді дейді ғой бүгін. Кеше. Хулиан Альварес толықтай Атлетикоға мен кеткім келеді, және де Барселонаға кеттім келеді деп айтқан екен. Қазір енді Хулиан Альвареске екі ортада Пари Сен-Жерменде қыстырылысып алып қағысы келіп жатыр. Екі ойыншы берейік, 100 миллион евро берейік деп Пари Сен-Жермен жақсы ұсыныстар тастап жатыр. Барсадан қарағанда әдемі тастаймыз деген ойлары бар ғой енді. Бірақ Хулиан Альварестің өзі жеке келісім шарттардың бәрін Барселонамен келісіп қойған. Енді Атлетико Мадрид пен Барселона келіссе болғаны. Хулиан Альварес те Барсаның ойыншысы деп айта берсек болады, өте жақын. Фабрицио Романоның өзі Хулиан Альварес Барселонаның қатарына қосылады деп айтып қойды. Топ трансфер ма? Топ трансфер. Гордон топ трансфер ма? Топ трансфер. Былтыр Рафиня жарақат алып қалғанда өте қиналып Чемпиондар лигасынан ұшып кеткен болатын. Бұл Гордон деген Рафиняның да, Ямалдың да орнын жоқтатпайтын өте мықты ойыншы. Ондықты да ойнай беретін ойыншы ғой бұл Гордон деген. Ойбай, мыналарың жындай Гордонды алып алған, Альваресті алып алған деп атқан кезде Бернардо Сильваны алып алды ғой бүгін. Бернардо Сильва еркін агент ретінде Барселонаға келетін болды. Ол енді Италияға кете ма деген ойлар болған болатын, бірақ Барселона 2 жылдық келісім шарт ұсынған екен, тағы да 1 жыл қосып береді. Бернардо Сильва кеп алды. Ал ендеше. Енді қорғаушыларға көшеді. Осы 1-2 күнде тағы да бір топ қорғаушы, жартылай қорғаушы алып қалуы мүмкін. Барселона күшейді енді. Келесі маусымда вах қырғын болады. Қазір енді Реал Мадрид президенттік сайлауларын тез-тез өткізіп, тез-тез трансферлерін реттемесе, Барсаға келесі маусымда төтеп беру өте қиын болады. Барсаның жанкүйерлерін құттықтаймыз. Мынандай қуанышты Барсаның жанкүйерлері адал екені қанша жыл күтті ғой. Өңшің бір академиядан шыққан ойыншылармен бірден кістеп, тегін ойыншыларды еркін агент ретінде әкеп, құлдырап атқанның өзінде құламай чемпион болып жүр де Барселона. Мынандай трансферлерді қанша жыл күтті, сондықтан Барсаның жанкүйерлерін шын жүректен құттықтаймыз. Ертең Чемпиондар Лигасы жайлы ақпараттарды берейік, және де сіздерге ұнамайтын ақпарат бар екен ішінде, оны да жеткізетін боламыз. Енді Арсенал және де Парис Сен-Жермен. Өте мықты финал бізді күтіп тұр. Барлығы Парис Сен-Жермен ұтады деп жатқан жоқ. Арсеналда мүмкіндік бар. Арсенал алып кетуі мүмкін деген болжамдарда өте көп аналитиктардың арасында. Өйткені олардың көңіл күйі өте жақсы көңіл күймен келеді. Бұл ойынға керемет тактика құра алады Артета. Және де Артетаның әңгімесі әлеуметтік желілерде жарқырап жүр, жайнап жүр. Неге десеңіздер, осы АПЛ-ды алғаннан кейін бір кеште айқайлаған екен Артета, сен бүгін біз чемпион боламыз деп. Осы әңгімесі барлық әлеуметтік желілерде талқыланып жүр. Осы әңгімені естіген кезде Джейми Каррагер өзінің сұхбатына Луис Энрикені шақырған екен, келіңіз деп. Типа жауап беріп жіберейік анау мынау деп. Сол кезде Луис Энрике айтыпты, жоқ, мен барамаймын сіздің сұхбатыңызға, Артетаны шақырсаңызшы, сол чемпионмын деп жатыр ғой, соны шақырыңыз депті. Енді осы қырғын басталды, үдей түседі. Және де жаңа ертең шығатын состав құрам шығарып жатыр. Құрамға іліккендер Парис Сен-Жерменнің жалпы Хакими жарақат деп жатыр. Ол да бар екен құрамда. Дембеле жарақат алды деп еді, ол да бар екен. Ал енді айқайла. Артета қаяқтасын. Артета ертең Дембеледе Хакими де алаңға шығады дегенде мәліметтер шығып жатыр. Қазір бұл Чемпиондар Лигасы ерекше болады. Несімен? Уақытымен. Бұрынғы Чемпиондар Лигасы бір түнгі 12-де, 1-де күтіп отыратын едік. Жоқ, ертең ерте қойып тастаған екен. Чемпиондар Лигасы біздің Астана уақытымен 21:00-де, яғни 9-да бұл эфир басталып кетеді. Ал енді жаңағы басында айтып өткен сіздерге ұнамайтын бір ақпарат бар деп едім. Ол Чемпиондар Лигасының тікелей эфирін таратушы құқығы қолындағы ТНТ Спорт деген арна жалпы бұл шығарылымды эфирді
ақылы қыламыз деген шешім шығарды деген ақпараттар шығып жатыр. Мұндай ойынды жалпы ақылы көрмеу керек, адамдар әуреленбеу керек. Өзі әрең келетін бір финалды деп министрларда, басқаларда қолға алып, ол арнамен сөйлесіп жатыр деген ақпарат бар. Бірақ ол кім сөйлессе де құқық солардың қолында, өзі біледі деген сияқты ғой. Бірақ енді мен сіздерге айтатын нәрселерім дәл осы алтын доптың оқырмандары мүлдем көңіл күйлеріңізді түсірмеңіздер. Біз не істеп жүрміз, сіздерге бір эфирді бере алмасақ тегін деген сұрақ қой. Сондықтан да дым саспаңыздар, алтын доптың алтындай достары, ешқандай уайымдамаңыздар. Мен сіздерге тікелей эфирді жеткізіп беремін. Ертең сағат 8:30-нан бастап сілтемелерді тастаймын, тікелей эфирді тегін көретін. Сондықтан бүгіннен бастап біз ақпараттарды әртүрлі шығаратын боламыз. Ертеңгі финалға қатысты ол тікелей эфирдің сілтемесі, ақпараттардың бәрі тегін біздің алтын доптың ресми телеграм арнасында. Ал телеграм арнамыздың сілтемесін осы видеоның астына, комментарий бөліміне, описание бөліміне қалдырып кететін боламыз достар. Тіркеліп алыңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Біз сіздер үшін жұмыс жасаймыз. Бүгінге осы достар, назарларыңызға рахмет. Арнамызға жазылып қоңыраушаны басып қоюды да ұмытпаңыздар. Қолдап жүрген достарға алғыс айтамыз.